Бүгін 19 ма? 19-шы күні ұшып барадық. Бізге 5 күн бұрын айтқан. Шымкентке келмепсің, бұл өмірді сүрмепсің, Роберт. Ялла хаж деген кезде қалай тұрып кетіп жүріп кеткеніңізді білмей қаласыз. Заправка жасалып жолға шығып баратық Шымкентке қарай. Шымкентке кез қалдық. Ой, жандарым. Бұл өмірге келмеп, ойбай айтадыр. Шымкентке келмепсің, бұл өмірді сүрмепсің, Роберт. Kaç milyon arasında gelin, kaç milyon, горячие. Yoksa Алматы болып баратқан бар. Мынау техникасына мама жауап қаздарске барамыз алаң аламын. Кеттік Семинарға барып жатырық. Қажыл қолында семинарына Алланың қалауының кереметін деп ойлаймыз. Ассалаумағалейкум. Біздің неге бала қайраса. Бет жоғыз, видео чөзіп бар. Құдай қаласа, жиналысымыз басайын дадық. Иншалла адамдар жиналып отыр. Шымкент қаласындағы Атлет Групп реклама болғанда. Сол. Осындай қызық деп. Алаң аламын. Үш күнде 15 мыңнан жұмыс істемеді. Бизнестер бар ма? Семинар. Ошақта қажыларымыз отырады. Мына жақта көрсетеді. Қазір біз виза алып жатырмыз, Қазір бізде достар дәріс болып жатыр. Намай сұрайсыз ол сіздің еркіңізге қалған дүние, сол үшін ана жерде көп тұра алмайсыздар, өйткені әскерлер тұрғызбайды. Ялла хаж деген кезде қалай тұрып кетіп жүріп кеткеніңізді білмей қаласыз. Сол үшін тез сізді пайдалануды не істеңіздер. Ал одан кейін мынаның тұсына келген кезде умраға бастайсыздар. Оң иығымыз ашық болады, ер кісілер. Иә? Оң
ашық болады, сөйтіп бастайсыздар. Ал бисмилла деп. Одан кейін тауаф біткеннен кейін намаз оқисыздар ғой. Намаз, яғни замзам ішпестен бұрын мынаны былай жасап аласыздар. Жасап алғаннан кейін сағиға қарай түсесіздер, осылай кете бересіздер. Бұл қалған кез сағида да сіздер уже мынаны жабасыздар. Неге? Салқын болады, ана жерде қатты бір кондер болып тұрады. Осылай кете бересіздер ғой. Сонымен Алла қаласа умраларың сауатты түрде. Бұл өте маңызды. Сауатты жасау. Ойлаңыздаршы. Бір имамның артына ұйылыңыздар. Ол имам өмір арабша оқымаған адам. Кириллицамен чат-пат жаттаған. Сол адамның артында бір сауатты адам тұрса, немесе өзіңізде бір сауатты жерде намаз оқып жүрген болсаңыз, бірден білесіз ба, білмейсіз ба? Айта соя екінші рет маған шуда күмәнім бар, мына ойға болмайды. Тәжвид қатесі бар, басқа қатесі бар деп білетін адам сразу істейді, өзін қашқақтай бастайды. Әрине не үшін? Намазың дұрыс қабыл болу үшін. Бұл да умрада солай. Біз қажет заттарымызды алып дәрістен шығып, Алланың қалауымен жолға шығайын деп жатырмыз. Bunu alıyorsun ama. Yok. Bulalım koyatır gaz. İş olmayalım. Hatta o sırada Ne oldu be? Tamam. Kesin iş olmayalım. Находится. Алланың қалауымен Алла Тағала шақырған керемет нүктеге барады. Біздің қажыларымыз вообще андай сезілмейтін эмоция, ішіңде андай күркіреп атады ғой, короче. Аталық. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum құрметті оқырмандар. Міне біз қасиетті мекенге Шымкент қаласынан екінші группамызды жіберіп жатырмыз. Құдай қаласа 19 ұшып жатыр. Жол амандығын берсе, қайттан елге 10 күннен кейін оралады. Қызмет саяхат компаниясы таңдаған қажыларымыз алғыстарын білдіруде. Иншалла ары қарап осы видеоны жалғасып көре бересіздер ғой, иншалла. Алланың қалауымен ихрам киім киіп, білмеймін, дұрыс келдім ба? Меккеге сразу. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. Алладан бір гүл шоғын ниетпен сұрасаң, Алла Тағала саған бір гүл шоқ қана емес, гүлдерге толы бақты берер деген керемет сөз бар. Алланың қалауымен Алланың үйіне барамыз.
Бізге примерно 5 күн, 19-шы, бүгін 19 ма, 19-шы күні ұшып баратық. Бізге 5 күн бұрын айтқан, 5 күн бұрын, 5 күнде не болмады. Андай, вообще сезім болып жатыр. Алланың қалауымен барып қалып қалмасақ болды сезімнен кейін. Осы Алланың қалауымен. Алла тағала бір нәрсе қаласа жібереді дейді ғой, Алланың қалауымен. Алла тағала бізді шақырып тұрма, яғни болу керек. Алланың үйіне барып көрсетуіміз керек. Өте қуаныштымыз. Қуанышымызда шек жоқ, шексіз қуанышымыз. Аллаға мыңда бір шүкір менде болса да. Таңертең медреседен шықтық. Әп-әдемі медреседен бізді қонақжайлылығымен күтіп алды. Керемет. Пайде біз Алматыдан Шымкентке дейін келдік. Шымкентте медресеге жаттық. Алланың қалауымен керемет медресе, өте керемет. Шаймен, тамағымен қарсы алды. Ұстаздармен, гидтермен таныстық. Міне мен ихрам киюімім. Енді қазір енді дұрыс емес деп ойлаймын. Барған соң Алла қаласа дұрыстап киініп алам. Түсіп бара жатыр жаймен деп. Атак барлығы өте керемет, өте тамаша. Миым уже жарылайын деп жатыр неде болса да. Гид ұстаздармен таныстық, барлығын көрсетті, барлығын бізге жіберді, не істеу керек екенін жіберді, дұға кітаптарын барлығын жіберді. Ол жаққа неше рет айналатынымызды, қай жаққа баратынымызды, отель ма. Бірінші біз бір апта Меккеде боламыз, потом 3 күн Мединада боламыз Алланың қалауымен. Осы ихраммен ки деді, ихраммен түсеміз, бірден отельге басамыз Алланың қалауымен. Ассалаумағалейкумдер. Санаулы уақыттардан кейін Мекке қаласына барамыз. Анда ішкі толқын сезімі, жылайтын сезім болып жатыр. Керемет, өте қатты керемет сезім. Ихрам халіндеміз Алланың қалауымен. Ұстаз? Жалпы умра немесе қажылық орындау үшін ол кісіге бірінші шарт болған нәрсе ихрамға кіру. Ихрам ол ер кісілерде 2 парша, 2 бөлшектен тұратын матадан, ал әйел кісілер үшін өзінің киген киімі ихрам болып саналады. Ихрам кигеннен кейін ол адам сол умраның немесе қажылықтың шарттарын орындап бітпейінше ихрам киген адамға тиісті жаңағы орындалмау керек болған нәрселер бар. Егер де оларды орындап қойған жағдайда тыйым салған нәрселер жасаған болса, оның өзіндік жазалары бар. Сол жаңағы жазаларын өтеп барып, оның ғибадаты толық болады. Ең соңында шашын қысқартып ихрамнан шығады. Одан кейін кәдімгі өзінің киімдерін кие беруіне рұқсат. Құрметті қажылар, Алла Тағала Құран кәрімде не деп жатыр? Жүздеріңізді Кағбаға бұрыңыздар дейді, үстіңізге суге бола артыңызға. Судың әдемі ғой. Кағба мына жерде тұра ма? Азанда да сіз. Мәнін өмірдің мағынасын бірінші рет көретін боламыз.